Сіз бешбармақты осылай жасайсыз ба? Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз бешбармақ жасаймыз. Әуелі кастрюлямызға салқын суды құйып аламыз. Бүгін менде жылқы еті. Етімізді салып, қазымызды салып, қақпағын жауып, астын қатты ашып, қатты отқа қоямыз. Қайнаған күтеміз. Қайнаған соң көбігін аламыз. Көбігін қайта-қайта аламыз. 10 минут сайын, 5 минут сайын алып тұрамыз. Жарты сағат қайнаған соң қазымызды тесеміз. Енді қақпағын жауып, 1,5 сағат қайнатамыз. 1,5 сағаттан соң картофелімізді жуып саламыз. Енді бетін жауып, жарты сағат қайнатамыз. Барлығы 2 сағат қайнау керек. Кастрюлямыз қайнап жатқанда қамырымызды елеп аламыз. Ұнымызға тұз қосып, жұмыртқа қосып, қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр елейміз. Жақсылап иін қандырып елейміз. Сөйтіп бетін жауып тындырып қоямыз. Қамырымыз тындырып қойып, сорпамыздың майын алып тұздыққа жуаға құямыз. Сөйтіп тұздық жасаймыз. Еттің сорпасы емес, бетіндегі майын пісіреміз. Тұздығымызды 5 минут жай отта қайнатып аламыз. Етіміз пісті. Сүзіп аламыз.
Енді қамырымызды жайып кесіп аламыз. Қайнап тұрған сорпаға салып 15-20 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырға тұздықтың бетіндегі майдан құйған болатынмын, ол түспей қалыпты. Қамыры жабысып қалмас үшін құйғанмын. Енді етімізді, қазымызды, картофымызды әдемілеп жайғастырамыз. Бетіне тұздығымызды саламыз. Осымен біздің етіміз дайын. Ас болсын.